Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен бірге жылқы жайлы арнасы. Бүгінгі видеомызда біз сіздерге қазақ сыншыларының жүйрік сынау үлгілері туралы айтатын боламыз. Күреңбай сыншының жүйрік таңдау үлгісі. Жүйріктердің бас бітімі жаяттардың басынан ерекшеленіп тұрады. Қазақ жүйріктері тәует бас болып келеді. Құлағы тік, қамыс құлақ болғанда жұтқыншағы қойдың жұтқыншағына ұқсайды. Мұны қой жұтқыншақ десе де болады. Сағағы кең, үңірейіп тұрады. Соған байланысты мұндай сағақты атты жұрт үңгір сағақ деп атайды. Ерні салбырап тұрады. Онда ерінді салперін дейді. Бастың өзі кез жарым болса да одан кесімет шықпайды. Танауы талыстай, кеңірдегі кең болады. Жүйріктің мойын бітімінде де ерекше көп мән бар. Қаз мойын сұлу көрінгенімен шабуға жаралған жүйрік үшін жайсыз. Аламан бәйгеде мұндай мойын тез талады. Нағыз жүйріктің мойны ұзын емес, бұланның мойнындай жұмырланып келеді. Жалы қалың да емес, сұйық та емес, құланның жалындай майда келеді. Оны ел арасында құлан жалы деп те атайды. Төсі түлкінің төсі бошымдас келеді. Шындағы қалқын қарап бітіп, қолтығы ашық тұрады. Мұндай қолтықты қуыс қолтық деп атайды. Жүйріктің жаясы жазық келеді. Жоны жұмырланып, қоян жонданып тұрады. Қоян жон деп халық осындай жонды айтады. Аяғы сіңірлі, жер соғарлы. Тік біткен сомаяқ біртық бақай, тазы тізе, ит жіліншік, құс топшы, серкесан, шын жүйрікке тән белгілер. Тілерсегі желмаяның тілерсегіндей болып бітсе, онда мұндай ат өзге аттардың екі аттаған жерін бір-ақ аттайды. Құйрығы қою да сұйық емес, қоқанның жібегіндей жеңіл келеді. Ұршығы аласа, жамбастың басы делдек, шоқтығы өрге қалбағайлы, қақпан бел болып келеді.